Сәлем, достар. Менің атым Тәуекел. Лимонға зерттеу жасаймыз. Кеттік. Сәлеметсіңдер ме? Бүгін біз Тәуекелмен лимон жемісіне зерттеу жұмысын жасаймыз. Лимон өте пайдалы цитрустық өсімдіктердің бірі болып саналады. Оның құрамында С дәрумені өте көп болып келеді. Егер біз лимонға дұрыстап қарап шықсақ, Тәуекел, қара ғой, қарашы, не көріп тұрмыз? Лимонның өте көп тесіктері бар екен, Иә. Ал енді біз сенімен қазір осы лимонға зерттеу жұмысын жасаймыз. Ол үшін біз лимонды суға түсіреміз. Қалай ойлайсың, лимон бата ма, әлде батпай ма? Батпайды. Батпайды деп ойлайсың, жақсы салып көріш, не? Салып. Лимон суға батты ма, батқан жоқ па? Жоқ. Батқан жоқ, жақсы. Тәуекел, қарашы, лимон судың түбіне батқан жоқ. Бұның себебі, балалар, лимонның қабығында өте көп тесіктер бар. Ол тесіктердің құрамында ауа бар. Осы ауа лимонның суға батпауына көмектеседі екен. Ал енді біз осы лимонның қабығын тастап көрейік. Мінекей біз лимонның қабығын тазалап шықтық. Енді лимонның бататынын, батпайтынын тексеріп көрейік, кәнеке, Тәуекел. Сала ғой лимонды судың ішіне. Не байқадық? Біздің лимон судың түбінде жатыр. Өйткені лимонның сыртындағы қабығы жоқ. Ал лимонның қабығында бізде не бар? Ауа бар, сондықтан бұл ауа лимонның батпауына көмектеседі. Енді бастайық. Лимонды аласың. Лимон шырын сұғы керек. Қазы-қазға жазып қоясың. Ватный палочка аласың. Басасың. Артында жазып қоясың, Кішкене өткен. Ештеңе көрінбейді ме? Ештеңе көрінбейді. Қазір біраз күте тұрамыз, Мүмкін шығады, бірақ кішкене уақыт өтті, Ештеңе көрінбейді, Үтіктеу керек. Қара. Осылай істейміз. Әріптер кішкене көрінбейді, Амина, біз қазір екеуміз алма мен лимоннан тәжірибе жасаймыз. Біз бірінші алманы екі бөлікке бөлеміз. Енді сен алманың бір бөлігіне мынау лимон шырынын былай сықшы. Сығау. Ой, сығамыз, немесе былай да қоюға болады екен. Енді қазір көреміз, байқаймыз не болғанын. Амина, қара, бұл алмада біздің алмамыз қарайыпты, Бұл алмада темір көп екен, күңгірттеніп қарайыпты. Ал екінші біздің алмамыз сол қалпында, өйткені бұған ауа бармаған екен. Лимон шырынын біз сығып қойдық қой, болған ауа бармады және жауып қойдық. Тәуекел, қазір біз сенімен бір тәжірибе өтеміз, Келесі тәжірибеміз ол кейінге түскен дақтарды лимон шырынның көмегімен қалай кетіру керек екендігін біз тәжірибе жасаймыз. Ол үшін қолымызға йодты аламыз. Мынау біздің мата дейік. Мата. Осы матаға йодты былай тамызамыз. Көрдік пе? Шырынды. Мына матаға түскен даққа біз құяйық үстіне. Дақтың үстіне құяйық. Түскен дағымызды біздің мына лимон шырынның көмегіменен біз оны кетірдік. Өте тамаша, жақсы, рахмет.